Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет. Жақсы отырыңыз. Олай болса балалар, қане шарты шеңберін жасап жіберейікші онда балалар. Және бәрі дөңгелек жағалар қане балалар. Шыншыл оқушы бол. Айгүл, мелаттыңыз бол. Ислам, сабақты бесал. Нұрсылатты оқушы бол. Айжан, ибалы қыз бол. Айгүл, шыншыл оқушы бол. Айгүл, патриотты оқушы бол. Ғафу, бүгін сағаннан бестік ал. Тәти, күшін сәттетсін. Рахмет, олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз сәтті өтсін, олай болса топқа бөлінейік онда. Балалар, мына жердегі түстерді алайық. Қане, мына жердегі түстерді алайық. Олай болса балалар, сары топтарлар, сары түстерлер, сары түстерлер. Енді бізде балалар оқу сабағы балалар 60-шы сабақ тақырыбы судың пайдасы мен зияны. Балалар, су дегеніміз не? Су туралы кім не біледі? Қол шатырдағы тапсырмаларды алып орындаймыз, балалар. Олай болса, екі топ атсалсайық, кәне сұрақтарға жауап береміз. Айтын келе ғой. Сұрақтарды аламыз. Не деп тұр? Су қандай зат? Су қандай зат дейді? Қандай зат екен? Дөп зат. Жарайсың. Келесі. Кел ғафу. Қандай мөлдір? Жаңбырдың пайдасы бар ма? Бар. Гүлдер өседі. Тағы да? Тағы да шөптер өседі. Иә, өсімдіктердің. Малдар өседі. Жануарлар жеді, жылқылар жеді, адамдар жеді. Жарайсың. Жарайды. Зияны бар ма? Жаңбырдың зияны бар. Ауланың бәрі су басып кетеді. Оны қажет па? Иә, қажет. Ол су жоқ болса, адамдар өмір сүре алмайды. Жарайсың, тамаша. Су қандай күйде кездеседі? Су сұйық кезде кездеседі, буға айналады. Балалар, судың пайдасы мен зияны туралы бейнебаянды тамашалаңдар. Сәлем достарым, сіздің қош келдіңіздер. Судың пайдасы мен зияны. Адам 65% судан тұрады. Судың адамның денсаулығына тигізетін пайдасы мен маңызы өте үлкен. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы аурулармен улану кезінде көбірек ауыз су ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғақ өз еркінділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Асқазанның дұрыс қызмет етуін қамтамасыз етеді. Сусыз ішек баяу жұмыс істейді. Сол себептен адамның іші ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Оны дұрыс мөлшерде тұтыну жүрек ауруларының даму қаупін 41%-ға төмендетеді. Адамның иммундық жүйесіне пайдасы үлкен. Судың пайдасы мен зияны туралы білдіге, су адам денсаулығына өте пайдалы екен, өте пайдалы екен, және зиянды жерлері де бар екен. Суды біз отырып ішуіміз керек екен,
тұрып ішкен денсаулығымызға өте зиянын келтіреді. Су туралы жақсы мәлімет алып, иә балалар? Бәрімізге назар аударамыз, кәне балалар. Есіңе сақта дейді. Біз мына жерде Бейімбет Майлинмен таныс болдық. Бейімбет Майлин 1894 жылы Қостанай облысында дүниеге келген екен балалар. Көрнекті жазушы, шұғаның белгісі және де көптеген шығармалары бар екен балалар. Олай болса, қазір бейнебаяннан таныс болыңдар. Сайдан білімге құштар бала ержетіп келеді. Әжесінің жырлары оның алғашқы шартын көзеді. 1911-1915 жылдар аралығында оның тағдыры, мінезі, үміті, кейіпкерлері арқылы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ халқының ауыл тұрмысы, әлеуметтік теңсіздік, елдің жаңғыру жолындағы күресі суреттеледі. Күлпәш тұрмыс таусымен тартқан қарапайым әйелдің тағдыры жайлы болса, шұғаның белгісі махаббат пен әлеуметтік әділетсіздіктің қақтығысын көрсетеді. Ал Раушан коммунист жаңа дәуірлік келбетімен әйелдің қоғамдағы орнын айқындаса, Марқабай еңбек адамын күлкі мен мейірім арқылы бейнелеген кейіпкер. Азамат Азаматыч әңгімесіндегі кейіпкерлер арқылы қазақ қоғамындағы мақтаншақтық, екіжүзділік пен бюрократияны әжуалап көрсетеді. 1937 әділетсіздік пен зұлматтық жылы. Бейімбет Майлиннің жаңбыр деген өлеңмен таныс боласыңдар. Олай болса, өлеңге назар аударып тыңдайық, кәне балалар. Тұдырап жел тынып, майда жаңбыр бүркіпті. Оймақ жерлер кенеді, шалшық суды іркіпті. Ой мен қырдың шалғыны, жатқан малды жасырсын. Табиғаттың көгіне, таңдалып жан бас olsun. Кәне, кім айтады кәне? Дұрыс айтасыңдар, жаңбыр туралы екен. Кәне, Нұрислам айта қойшы, өлең не туралы екен? Район өзгеріп, бұлт ыдырап, жер тыңып, майда жаңбыр жауып тұр. Ойпаң жерлерді шалшық су үркіп тұр. Қырдың көк шалғыннан жайылған мал көрінбейді. Табиғат таң аралық тамаша болып тұр. Өте тамаша, Нұрислам, өте тамаша. Жарайсың. Тағы да айтан бір жер бар ма, кәне? Далада жаңбыр жауып тұр. Дала шылқып тұр. Аңдардың үсті су болды. Бәрі көк шалғын болып тұр. Жақсы, жарайсың еді, өте тамаша. Ойбақ жерлер не болып сонда балалар? Ал балалар, олай болса, сергітіп сәтін жасайық, иә балалар? Кімді көріпсіз, көріпсіз, нені көріпсіз балалар? Қане, жауап береші. Ал Ата жаңбыр жауады. Бала мен қыз үйіне түгет басы жатыр. Жарайсың. Олай болса балалар,
Онда мына кеспе қағаздарды толтырайық, кәне балалар. Судың пайдасы мен зияны туралы. Кәне балалар. Жұрттасы орында бе, балалар, жұрттасы. Tasып кетеді, сулы айналалай болады. Жануарлар тіршілік етеді. Дұрыс айтасың. Су болмаса, жануарлар не істейді екен? Тіршілік ете алмайды екен. Өсімдіктер де тіршілік ете алмайды екен. Дұрыс. Жақсы, балалар. Олай болса, кәне. Не көріп тұрмыз балалар біз? Нені көріп тұрмыз? Бұл қай жерде болады екен? Аспанда. Тағы да не көріп тұрмыз? Жаңбыр не істеп тұр? Жауап тұр. Олай болса, біз осы жаңбырдың тамшылары арқылы кәне сұрақтарға жауап берейік, кәне. Кім шығады, кәне балалар? Айжан. Қайтты. Бұл ыдырады. Жақсы. Ол ыдырады, жақсы. Бойынша ғой, балалар, өлең бойынша. Қандай жаңбыр жауды? Иә? Майда жаңбыр жауды. Жақсы. Тамаша. Майда жаңбыр жауыпты. Жақсы. Жатқан мал қайтты. Мал көптен көрінбеді. Панкерлер не болды? Шалшық су болды. Ойпаң жерлердің барлығын не басыпты? Шалшық су басыпты. Келесі. Ой мен құр не болды? Көк шалғын басты. Табиғаттың көгі, табиғаттың көгі таңғажалық болды. Суға байланысты, жаңбырға байланысты, кәне. Кім қандай мақалматын біледі, кәне, балалар, айташы, кәне, екі топ, кәне. Димаш, айта ғой. Құлақ көзіңді аш. Мен тасты су бұзар. Тамаша. Екінші топ, айта ғой. Айтын. Су тіршілікті көзі. Айтын. Сіздің сұрауы бар. Сусыз өмір жоқ. Ислам. Отпен су терсіз жау. Жарайсың. Келесің. Су жүрген жер береке, ел жүрген жер мереке. Жаңбыр жауса жер көгереді, бата менен ел көгереді. Жарайсың, жақсы, өте тамаша. Сен резеңке қайықпен суда келе жатырсың. Бір мезетте қайықтың ішіне су кіргеннен байқадың, қайықтың желі шығып кеткен екен. Келе жаттың бере балалар. Бір кезде жаңа қайық не болды? Тесілді де су кіріп кетті. Сол кезде қайықтың желі шығып кеткен кезде сендер не істер едіңдер балалар? Олай болса да бесінші тапсырманы қараңызшы. Мына жерде.
Бала не істеп тұр мына жерде? Суда батып жатыр. Не сұрап жатыр? Көмек сұрап жатыр. Осы балаға көмек беру үшін біз қазір жаттығу жұмысын жасаймыз. Бала суға батып бара жатыр. Сөйтіп көмек сұрап жатыр.